بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. Сира сабағымыздан Нурул Ойун китебинен сабағымызды улантабыз. Исмауху саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың ысымдары туралы бөлім. Автор рахимахулла айтты: ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب فلا نبي بعدي. وفي رواية: وأنا المقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة. وفي صحيح مسلم: ونبي الملحمة. Аллахтың елшісінің ысымдарынан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: мен Мұхаммадмын, мен Ахмадмын, мен Махимін. Аллах Тағала менен капырлықты кетіреді, өшіреді. Мен Хаширмін, адамдар менің бұтымның алдында топталады. Мұндайша айтқанда, қиямат күні адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың айланасында топталады дегені. Мен ақибмін, менден кейін пайғамбар жоқ деп айтқан. Бұл имам Бухари жана Муслим риwayat қылған хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың 5 аты, 5 ысмы айтылып жатады. Мұхаммад, Ахмад, Махи, Хашир, Ақиб. Башқа бір риwayatта дағы 3 ысмы айтылған. Бұл да имам Муслимде келген сахих риwayat. Муқаффи жана Набиут Тауба жана Набиур Рахма. Жоғырыдағылар менен 8 ысым болды. Жана сахих Муслимде Набиул Малхама деп айтылып жатады. Бирок мұны имам Муслимдин сахихинде келген емес деп айтышат алымдар. Имам Муслимдин сахихинде мына ушул сөз жоқ деп айтышат. Бирок алдыңкы нускалардын кебиринде болуусу да мүмкүн. Акыркы имам Муслимдин нускасында Набиул Малхама жоқ деп айтышат алымдар. وسماه الله تعالى في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ورحمة للعالمين ومحمد وأحمد وطه وياسين ومزمل مدثر وعبدا في قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الله تعالى өз китебинде пайғамбарын Азиз, Башир, Назир, Сираджан Мунира, Рауфур Рахим, Рахматан лил аламин, Мухаммад, Ахмад, Таха, Ясин, Музаммил, Муддасир деп атады дейді. Жана Аллах Таала өз елшісін абд деп атады. Пендесін түні сейіл қылдырды деген аятта пайғамбарын абд, пенде деп атады. وعبد الله في قوله جنا عبد الله деп атады Джин сүресінде. وأنه لما قام عبد الله يدعوه جنا نذيرا مبينا деп атады. ونذيرا مبينا في قوله جل ثناؤه وقل إني أنا النذير مبين آياتында. ومذكرا في قوله تقدست أسماؤه جنا مذكر деп атады. فذكر إنما أنت مذكر آياتында. وقد ذكر غير ذلك وأكثر هذه الأسماء الصفات. Мындан башқа ысымдар айтылынған. Бұл ысымдардың көпчілігі сыпаттар. Чынығы ысым емес, бәлкім сыпаттар. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың ысымдарына бірнеше этапта тоқтап өтөбүз. Алымдар айтышат: кәсратул асма тадуллу аля шарафил мусамма. Бір нәрсенің ысмының көп болуысы бұл ошол нәрсенің шарапаттылығына далалат кылат. Эмне нәрсенің аты көп болса, көп аты болса, көп ысмы болса, билиң ошол нәрсе шарапаттуу экен. Аллах Тааланын бизге билдирген
99 ысмы бар, бізге білдірбеген дағы қанша ысым сыпаттары бар, біз білбейбіз. Бұл Аллах Тааланың улуулугуна далалат кылат. Ошондуктан ар кандай улуу болгон нерсенин ысымдары, аттары көп болот. Ысымдарынын көп болуусу анын шарапаттуулугуна далалат кылат. Куранда дал ушундай бир канча ысымдары, Кур'ан-ы Керимдин дагы бир канча ысымдары баяндалган. Бул да Кур'ан-ы Керимдин өтө фазилеттүү, өтө шарапаттуу китеп экендигине далалат кылат. Мисалы Кур'ан, китап, зикир, фуркан деп айтылынган. Кур'ан-ы Керим мына ушул ысымдар менен аталынган. Алымдар айтышат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ысмын 3 түргө бөлсөк деп айтышат. Биринчиси, төрөлгөн кезде үй бүлөсү койгон ысым. Чоң атасы, энеси койгон ат. Мухаммад деген аты баарыбызга белгилүү. Экинчиси, Аллах Таала өзү атаган ысымдар. Ахмад деп атаган, Саф сүрөсүндө айтылган. Үчүнчүсү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү атаган ысымдар. Бул жогорудагы хадисте айтылды, мен Хаширмин, Акибмин деп айтты. Мына ушинтип алымдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ысымын 3кө бөлүшкөн. Алымдар айтышат, Аллах Тааланын ысымдары, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ысымдары жана Кур'ан-ы Керимдин ысымдары курук ысым эмес деп айтышат. Курулай бир ысым эмес. Балким ар бир ысымдын өзү далалат кылган сыпаты, өзүнө далалат кылган бир сыпатты өз ичине алат деп айтышат. Ал ысымдын мааниси бар, ошол маани менен сыпатталган үчүн ошол ысым менен аталган. Ошондуктан 99 ысымдын ар биринин өзүнө таандык, ылайык мааниси бар. Аллах дегени бул сыйынуучу зат дегени. Робби дегени бүткүл ааламды башкаруучу, тарбиялоочу деген маанилери бар. Сами, угуучу, басир, көрүүчү, мына ушундай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ысымдары да дал ушундай. Мухаммад дейилдиби? Бул сөз хамд деген сөздөн алынган. Макталган зат дегени. Ахмад өтө көп мактоо айтуучу зат дегени. Курандын ысымдары жана кудум ушундай деп айтышкан. Курандын ысымдары да кудум ушундай деп айтышкан. Эми махлуктардын ысмы, аттары мындай эмес. Махлуктардын ысмы атактуу ат гана. Сыпатка далалат кылуусу шарт эмес. Мисалы, бир кишинин аты Абдуллах болуусу мүмкүн. Өзү мааниси Аллахтын кулу дегени, Абдуллах сөзүнүн мааниси Аллахтын кулу дегени. Бирок капыр болуусу да мүмкүн. Аллахка эч кандай кулчулук кылбай турган капыр инсан болуусу да мүмкүн. Мисалы, Халид деп аталат. Бир инсан Халид деп аталса, бирок эч ким түбөлүк калбайт бул дүйнөдө. Эгер бир ат коюлуп, мааниси туура келип калса, ысмы жынсына лайык деп коюлат. Ысмы жынсына лайык экен деп айтып коюшат. Бирок негизи бул ат гана, ысым гана. Мухаммад деген ат менен аталуусу мүмкүн бир киши Мухаммад баары мактайт дегени. Же бар адам жамандай турган киши болуп да чыгып келүүсү мүмкүн. Мисал үчүн, бир инсан Мухаммад деп аталса, ал жакшы инсан да болуусу мүмкүн, жаман инсан да болуусу мүмкүн. Мухаммад деген аты боло туруп. Бир адамдын аты Карим болуп, бирок эң сараң адам болуусу мүмкүн. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мухаммад деп аталдыбы, аты кандай болсо, эмне маанини камтыса, кайсы сыпаттар болсо, ошол сыпаттар менен сыпатталган. Атына заты жарашкан киши болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Мына ушул хадисте келген ысымдардын, аттардын маанисине токтоп өтө турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муттафакун алейхи болгон хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 5 ысмы айтылды. 5 аттын, 5 ысымдын үчөөсүнүн маанисине токтоп өттү. Экөөсүнүн маанисин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баяндаган жок. Анткени экөөсүнүн мааниси өз-өзүнөн белгилүү жана атактуу, мен Мухаммад жана Ахмад деп айтты. Бул экөөсүнүн маанисин баяндабастан кийингисине өтүп кетти.
Muhammed бұл аттың манisi мақтауға лайық сыпаттар иесі деген манини білдіреді деп айтышат алымдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтың назарында да, жана башка момундардын назарында да мақтауға лайық зат деген. Қачан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ысмы айтылса, Аллахтың зикри айтылады. Аллахтың зикри айтылады. Азанда да дал ушундай, ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенден кейін, ашхаду анна Мухаммадун расулуллах деп айтылады. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам даражасы өтө бир жогорку орунда экенин билсек болот. Ахмад дегени өтө көп мактоо айтуучу дегени. Мухаммадтың аты Куранда 4 жол айтылған. Мухаммад ысмы Куранда 4 жол айтылған. Ахмад аты Куранда 1 жол айтылған. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Istegen o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir kezde Meryem'din oğlu İsa mınday dedi. O İsrail urpaqtары, men sizlerge Allah'tan jiberilgen paygambar bolamon. Men özümden murdağı Torattın hökümdörün tasdiqtayman jana menden keyin kele turgan ısmı Ahmad bolgon paygambar jönündө aldın ала sүйүнчү кабар айтамын dedi. Ahmad бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың İncil'de жазылған аты. Бұл ысымдың бірінші мағынасы Аллахты мақтаған, екінші мағынасы мақталған. Христиандар İncil'de өзгөрткөндө ал ысымды өчүрүп жиберишкен. Мына ушул ысымды алып коюшкан, өчүрүп жиберишкен. Бирок байыркы латын тилиндеги нускаларында параклет макталган деген ысым сакталып калган. Кейинги ысмы мен махимин деп айтты. Маха дегени өчүрүү дегени, жок кылуу дегени, кетирүү дегени. Бул ысымды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү түшүндүрүп айтты. Ва анал махи аллази ямхуллаху биял куфра. Мени менен куфурду өчүрөт деп айтты. Аллах таала мени менен куфурду өчүрөт, капырлыкты кетирет, өчүрөт дегени. Демек махинин мааниси жер жүзүнөн капырлыкты, куфурду өчүрүүчү, кетирүүчү, жок кылуучу деген мааниде. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам капырлыкты жок кылууда эки нерсени колдонгон. Биринчиси далил менен даават жеткирүү менен. Далилдүү Кур'ан сүннөттөн далилдер келтирүү менен дааватты жеткирген, капырлыкты өчүргөн. Экинчиси болсо кылыч менен дейбиз. Мына ушул нерсени куфур жер жүзүнөн кетирилет, жана мына ушул нерсе менен куфур, капырлык жер жүзүнөн кетирилет же азайтылат деген маани. Ва анал хашир аллази юхшару нас ала кадами. Мен хаширмин деп айтты. Кыямат күнү адамдар менин айланама чогулат деди. Жана кыямат күнү биринчи болуп тирилет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, кийин башка пайгамбарлар тирилет. Ва анал аақиб фала набия баъди. Кийинги ысмы болсо мен аақибмин деп айтты, менден кейін пайғамбар жоқ деп айтты. Ақиб дегені ақырқы деген маанини билдирет. Менден кейін пайғамбар жоқ деп тафсир қылды. Демек пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың пайғамбарлығынан кейін бир пайғамбар келүүсү мүмкүн эмес. Ким пайғамбарлыкты доо кылса, ал динден чыгат. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кейін. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хатамун набийин, ақырқы пайғамбар болгон зат. Ва фи риваятин ва анал муқаффи. Имам Муслимнин риваятында мен муқаффимин деп айтты. Өзүнөн алдыңкы пайгамбарлардын эрчүүчүлөрүнүн эң акыркысы. Ва наби тауба ва наби рахма. Тоба пайгамбары жана рахмат пайгамбары деп да атады. Ва фи сахих Муслим набиюл малхама. Имам Муслимдин сахихинде набиюл малхама дейилди, бирок бул имам Муслимдин сахихинде келген эмес дейилди. Мани тарауынан малхама соғыш деген манини билдирет. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кылыч менен мушриктерге каршы соғышкан, капырларга каршы пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам соғышуусу негизинен алганда бул ырайым. Бул бөлүмдөгү ысымдарды үчкө бөлсөк болот. Биринчиси расталган, тастыкталган ысымдар, экинчиси Куранда келген ысымдар, үчүнчүсү расталбаган, тастыкталбаган ысымдар. Сахих хадистерде келген эмес, мындайча айтканда, үчүнчүсү расталбаган, тастыкталбаган ысымдар. Сахих хадистерде келген эмес.
Алғачқы айтылған 5 ысым, кейінгі 3 ысым, бұлар расталған, тастықталған Құран хадисте келген ысымдар. 8 ысым шек күмәнсіз сахих хадистерде келген. Екінші бөлігі Құранда келген ысымдар. Екінші ысымдар Құранда келген сыпаттар. Сыпаттар десек болады, ысым емес. Ошондуктан ва аксару хадихил асма сифат, бұл ысымдардың көпчілігі сыпаттар деп айтылды. Бұл ысымдардың көпчілігі сыпаттар дейілді. Чындығында алымдар пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың ысымдары туралы китептер жазышқан өзүнчө бір. Кебірлер 60-тан артық ысымды айтышқан, кебірлер қала берсе 1000 ысым бар деп айтышқан, кебірлер 1000 ысымы пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 1000 ысымы бар, 1000 аты бар деп айтышқан, кебірлер 500-ден ашық ысымды айтышқан. Бұлардың барысын алып қарасаңыз, барысы Құран сүннеттен алынған сыпаттар. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туралы келген сыпаттар аябай көп. Эми пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың сыпаттарын ысым деп атап санай тұрған болсаңыз, чындығында 100-деген ысым шығады. Айтылған бұл ысым болғаны сыпат. Аллах Тағала Құранда баширан ва назиран ва сираджан мунира деп атады. Бұл деген эми, бұлардың барысы сыпаттар. Мухаммад, Ахмад бұл анық ысым. Бұл ысымдар хадисте да келді. Бұл екінші бөлік, үшінші бөлігі хадисте расталбаған ысымдар, тастықталбаған ысымдар. Таха жана Ясин ысымы. Азыр пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ысмына жалпысынан Таха жана Ясинди айтып өтті. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың ысымдарынан Таха жана Ясин деп айтып өтті. Бирок бұл туралы алымдар айтышат, бұл ысым расталған емес. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламге таандык емес. Пайғамбарыбыздың Таха же Ясин деген аты бар екені дейілбейді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың Таха жана Ясин деген аты болған емес. Бұл эми ошол Құрандағы аяттардан, бұл сүрөнүн башталуусундағы аяттар болып саналат. Сүрө башталғанда Ясин сүрөсү, мына Таха сүрөсү. Бұл ысым сыпатында Таха менен Ясин. Қазы Ияс Шифа деген китебинде айтат, кейбір риваяттарды келтірет. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бір риваят қылынған хадисте, бұл хадис сахих емес, заиф хадис. Ли ашарату асма, менің 10 ысмым бар, 10 атым бар. Минха, алардан Таха жана Ясин. Таханы кейбір тафсирлерде Таханы я Таха, Ясинди я Сайид деп тафсир қылышқан. Жана дағы Наққаш риваят қылған деп айтып жатат. Мына ошол китепте, Қазы Ияс китебинде менин Құранда 7 ысмым келген, Мухаммад, Таха, Ахмад, Ясин деп айтылып қалғандары айтылған. Мына ошол хадис деп айтылған риваяттардың барысы заиф, балким мавзу тоқылған хадис деп айтышат. Заиф же мавзу хадис деп айтышқан алымдар. Таха менен Ясин бұл ысым расталған емес, тастықталған емес. Пайғамбарға таандық ысым емес. Ибн Қайым рахимахулла Тухфатул Маъдуд китебинде айтат: "Ва амма ма yazkuruhu awam Yasin wa Taha wa min asma'ihi an-nabi fa ghayru sahih wa la hasan wa la mursal wa la athar an sahib." Жалпы адамдардың тілінде Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың аттарынан Ясин деп айтылған, Таха деп айтылған ысымдары бар деген сөздер бұл сахих хадис емес, мурсал хадиста емес, бір сахабадан асар болып келген емес. Фа иннама хадихин хуруф деп тамғалар деп айтылып жатады. Құрандың башында келген тамғалардан тұрған аяттар. Бирок кимдир бирөө аталып алса дұрыс бу, Таха деп же Ясин деп аталып алуысы дұрыс бу? Алымдар мұны макрух санашқан. Кимдир бирөө баласын Таха же Ясин деп атаса, мұны макрух санашқан. Ибн Қайым рахимахулла айтат: "Ва мимман ямнау минху тасмияту би асмаил Qur'an ва сура." Баланы атап болбой тұрған ысымдар қатарынан Құран сүрелері же Құрандың ысымдары менен атау дұрыс емес. Таха, Ясин, Хамим, балаға ат қою бұл ысымдар менен, мындайша айтканда бұл
Kur'an'da kelgen bul ısımlar menen durus emes. وقد نص مالك على كراهيته تسمية بياسين. İmam Malik rahimahullah Yasin dep balaga at koyu bul makruh ekenin açık aytkan. Wallahu a'lam.